Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағы. Здравствуйте, ребята! Урок казахского языка. Бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің мереке. Тема нашего урока – наш праздник. Сабағымыздың тақырыбына байланысты жаңа сөздермен таныс болайық, балалар. Давайте сначала ознакомимся с новыми словами. Жаңа сөздер, новые слова. Балаларды қорғау күні. День защиты детей. Шолу шеңбері. Колесо обозрения. Тағы да қайталайық, балалар. Давайте еще раз повторим. День защиты детей. Балаларды қорғау күні. Колесо обозрения. Шолу шеңбері. Балалар, есте сақтайық. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Ребята, запомните, 1 июня – это Международный день защиты детей. Мәтінге кезек берейік. Переходим к тексту. Мәтінді түсініп оқы. Внимательно прочитай текст. 1 маусым балаларды қорғау күні. 1 июня – День защиты детей. Бұл біздің мереке. Это наш праздник. Мерекеде мені ата-анам, туыстарым құттықтайды. В день праздника меня поздравляют мои родители. Туыстарым, ребята, это переводится родные. Отбасымызбен саябаққа барамыз. Вместе с семьей мы идем в парк. Біз шолу шеңберіне отырамыз. Мы катаемся на колесо обозрения. Мәтінді түсініп оқыдық, балалар. Мы внимательно прочитали текст, вы послушали. Теперь переходим к заданиям. Мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақтар берілген. К тексту у нас есть вопросы. Сұрақтарды оқиық. 1 маусым қандай күн? 1 июня – это какой день? Ол кімдердің мерекесі? Это чьи праздник? Балалар, сұраққа жауап бермес бұрын, ең әуелі жақсылап ойланайық. Ребята, прежде чем ответить на все вопросы, хорошо подумайте. Балалар, егер ойланып болсақ, жауаптарымызды тексерейік. Если мы хорошо подумали, ребята, давайте проверим наши ответы. 1 маусым балаларды қорғау күні. 1 июня – это День защиты детей. Ол балалардың мерекесі. Это праздник детей. Балалар, сендер барлық сұрақтарға дұрыс жауап берді деп үміттенемін. Ребята, я надеюсь, что вы правильно ответили на все вопросы. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жаз. Где многоточие, ставь нужные слова. Мұнда бізде қажетті сөздеріміз берілген. Здесь у нас нужные слова написано. Саябаққа отырамыз, құттықтайды. Жақсылап ойланыңыздар, балалар. Хорошо подумайте, ребята. Жақсы, балалар, егер ойланып болсақ, жауабымызды тексерейік. Ребята, если вы хорошо подумали, давайте проверим наши ответы. Мерекеде мені ата-анам құттықтайды. Отбасымызбен саябаққа барамыз. Біз шолу шеңберіне отырамыз. Балалар, сендер қажетті сөздерді дұрыс қойды деп үміттенемін. Ребята, я надеюсь, что вы нужные слова правильно ставили. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырмада суретке қарап сұраққа жауап беруіміз қажет. В этом задании, смотря на картинки, мы должны ответить на вопрос. Балалар саябақта не істейді?
Что делает ребята в парке? Мұнда бізде 3 сурет берілген. Здесь у нас 3 картинки. Показано. Балалар, жақсылап ойланайық. Ребята, хорошо подумайте. Балалар, егер ойланып болсақ, сұраққа суретке қарап отырып жауап берейік. Ребята, если вы подумали, то, смотря на эти картинки, давайте ответим на вопрос. Қане өзімізді тексерейік, давайте проверим себя. Бірінші сурет, первая картина, балалар шолу шеңберіне отырады. Ребята катаются на колесо обозрения. Екінші сурет, вторая картина. Балалар асфальтта сурет салады. Ребята на асфальте рисуют рисунок. Үшінші сурет, третья картинка. Балалар доп ойнайды. Ребята играют мяч. Балалар, сендер дұрыс сөйлем құрауды деп үміттенемін. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға көшеміз. Бұл тапсырмада тірек сөздерді пайдаланып сөйлем құрауымыз қажет. В этом задании с ключевыми словами нам надо составить предложение. Тірек сөздер берілген. Ключевые слова здесь у нас написано. Балаларды қорғау күні, мереке, құттықтайды, ұнайды, саябақ. Балалар, сөйлем құрайық. Ребята, составим предложение. Жақсы. Егер сөйлем құрап болсақ, сөйлемдерімізді тексерейік. 1 маусым балаларды қорғау күні. Бұл балалардың мерекесі. Мереке күні мені анам мен әкем құттықтайды. Бұл мереке маған қатты ұнайды. Біз отбасымызбен саябаққа барамыз. Балалар, тірек сөздерді әр сөйлемде қолданды деп үміттенемін. Ребята, я надеюсь, что с каждым предложением вы ключевые слова использовали. Жарайсыңдар балалар. Балалар, есте сақтайық. Ребята, запомните, 1 маусым ол балаларды қорғау күні. Ребята, 1 июня – это день защиты детей. Осымен менің сабағым аяқталды. На этом у меня урок заканчивается. Сау болыңыздар, балалар. До свидания, ребята.